2020 жылдың желтоқсанында Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толды. Бауыржан Момышұлы кеңес офицері, ұлы отан соғысының батыры, халық қаһарманы, халық жазушысы. Ұлы отан соғысына 1941 жылдың қыркүйек айында Алматы қаласында жасақталынған генерал Панфиловтың дивизиясының құрамында болды. Мәскеуді неміс фашистерінен қорғау шайқасында Бауыржанның ерлігі көптеген майдан газетіне жарияланған. Қазақ батырының аты аңызға айланды. 2008 жылы Елордада Бауыржан Момышұлы ескерткішінің салтанатты ашылуы өтті. Есіл өзенінің жағалауындағы саябаққа халық қаһарманының есімі берілді. Мүсінші Темірхан Қалжігіт, сәулетші Бақытжан Сыздықов қаһарманның мүсінін керемет шеберлікпен орындаған. Граниттен жасалынған тұғырда батырдың айбынды мүсіні тұр. Ескерткіш қоладан құйылған жауынгердің монументалды мүсіні. 2010 жылы ЮНЕСКО қамқорлығымен қазақ халқының ұлы перзенті Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойын халқымыз атап өтті. Батырдың есімі тек ұрпақтардың жүрегінде ғана емес, Елордадағы ең ірі автожол магистралы Момышұлының атына берілді. Өмірі мен ерлігі батырлықтың жарқын үлгісі. Бауыржан Момышұлы есімі мәңгілік.